Баршаңызға сәлем. Бүгін вупи пай тортын жасаймыз. Ең алдымен шоколад пен сары майды ерітіп аламыз. Қайнаған суға осылай ысысымен салып, толықтай ерігенше араластырып тұрамыз. Келесі кезекте жұмыртқамен қантты араластырамыз. Осылай әппақ болып көпіршігенше миксерлеу керек. Енді еріткен шоколадымызды үстіне құямыз. Жақсылап араластырып, үстіне ұн, какао және қопсытқыш құямыз. Массамыз дайын болды. Енді массамызды теңде төртке бөліп, жаңағы пергамент қағазымызға құямыз. Әрқайсысын дұрыстап жағып шығамыз. Духовкаға жібереміз, шамамен 3-4 минутқа. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін кілекейді таза ыдысқа құйып миксерлейміз. Қант ұнтағын салып араластырамыз. Сүзбелі ірімшік салып, креміміз дайын болғанша араластырамыз. Енді тортымызды құрастырамыз. Барлық корждарымызға кремімізді жағып шығамыз. Кондитерский мешоктың көмегімен шариктер жасаймыз. Ең үстінде коржға шоколадты ерітіп құямыз. Шоколадты тегістейміз және өз қалауымыз бойынша безендіреміз. Тортымыз дайын болды, ас болсын.